Біріккен ұлттар ұйымы банкрот болып, тарап кетуі мүмкін бе? Біріккен ұлттар ұйымы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылған адамзат тарихындағы ең ірі халықаралық ұйым. Негізгі мақсаты соғыстарды тоқтату, бейбітшілікті сақтау және адам құқықтарын қорғау. Бірақ соңғы жылдары әлемде бір сұрақ жиі айтыла бастады. Біріккен ұлттар ұйымы әлсіреп бара жатыр ма? Тіпті бір күні банкрот болып тарап кете ме? Қаржылық дағдарыс бар ма? Я Біріккен ұлттар ұйымы нақты қаржылық қиындықты бастан өткеріп отыр. Ұйымның барлық жұмысы мүше мемлекеттердің міндетті жарналарына тәуелді. Қазір Біріккен ұлттар ұйымына әлемдегі дерлік барлық мемлекет мүше. Бірақ көптеген елдер өз үлесін уақытында төлемей келеді, немесе мүлде төлемейді. Бұл жағдайға байланысты Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы бірнеше рет ашық мәлімдеме жасаған. Ол өз сөзінде былай деген: Біріккен ұлттар ұйымы қазір қолма-қол ақша тапшылығында отыр. Бұл ұйымның ыдырауы емес, бірақ мемлекеттердің жауапкершілігі төмендеп бара жатқанын көрсетеді. Тағы бір сөзінде ол бұл тек қаржы мәселесі емес, бұл сенім дағдарысы деп нақты атап өтті. Америка неге негізгі фактор болып тұр? Ұзақ жылдар бойы Біріккен ұлттар ұйымының негізгі қаржылай тірегі Америка болды. Бірақ Дональд Трамп президент кезінде бұл саясатты түбегейлі өзгертті. Ол ашық түрде Америка Біріккен ұлттар ұйымына тым көп төлейді, ал қайтарымы аз деп мәлімдеді. Оның тұсында Америка бірнеше халықаралық бағдарламалардан шықты. Біріккен ұлттар ұйымының кейбір қорларына қаржы бөлуді тоқтатты және бейбітшілік миссияларына берілетін қаражатты қысқартты. Соның салдарынан ұйымның бюджеттік тапшылығы күрт өсті. Ресей, Қытай және басқа елдер Ресей кей кезеңдерде өз жарнасын кешіктіріп төледі. Бұған санкциялар, ішкі экономикалық қысым және саяси текетірес себеп болды. Қытай керісінше соңғы жылдары өз үлесін көбейтіп, Біріккен ұлттар ұйымындағы ықпалын арттыруға тырысып жатыр. Еуропа елдері негізінен төлеп отыр, бірақ өз ішіндегі экономикалық дағдарыстар олардың да мүмкіндігін шектеді. Алдамушы мемлекеттердің көпшілігі қарызға батып жарнаны толық төлеуге шамасы жетпей отыр. Нәтижесінде Біріккен ұлттар ұйымының кей бөлімдерінде қызметкерлердің жалақысы кешігіп, гуманитарлық бағдарламалар қысқарып, кей миссиялар тоқтатылды. Неге Біріккен ұлттар ұйымының ықпалы әлсіреп бара жатыр? Бірінші себеп қауіпсіздік кеңесіндегі вето құқығы. Америка, Ресей және Қытай бір-бірінің шешімін тоқтата береді. Украина, Таяу Шығыс, Сирия секілді ірі қақтығыстарда ұйым нақты шешім қабылдай алмады. Екінші себеп әлемнің өзгеруі. Қазір әр мемлекет өз мүддесін бірінші орынға қояды, ортақ тәртіпке бағынғысы келмейді. Үшінші себеп Біріккен ұлттар ұйымының тым баяу жүйесі. Шешімдер ұзақ талқыланады, ал соғыстар бір сәтте басталады. Төртінші себеп ұйымның өз әскері жоқ. Ол тек келіссөзге моральдық беделге сүйенеді, ал моральды тыңдамайтын мемлекеттер көбейіп барады. Біріккен ұлттар ұйымы тарап кетуі мүмкін бе? Толық банкрот болып жабылып кету ықтималдығы өте төмен. Себебі оның орнына жүретін ұйым жоқ. Егер Біріккен ұлттар ұйымы болмаса, ірі державалар сөйлесетін ортақ алаң жойылады. Гуманитарлық көмектер тоқтайды, кейде елдер мүлде қорғансыз қалады. Бірақ бір қауіп бар. Егер реформалар жасалмаса, Біріккен ұлттар ұйымы тек сөйлейтін, бірақ ештеңе шеше алмайтын құрылымға айналуы мүмкін. Қорытынды, Біріккен ұлттар ұйымы қазір банкроттықтан емес беделінен айырылу қаупімен бетпе-бет келіп отыр. Ал бедел кеткен жерде ықпал да қаржы да кетеді. Әлемге Біріккен ұлттар ұйымы керек. Ал әлсіз Біріккен ұлттар ұйымы бүкіл әлем үшін қауіпті. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.